Ауыл шаруашылығы саласының білгір ұйымдастырушысы, қоғам қайраткері Шыныбай Шарафуддинов ортамызда болса, биыл 80 жасқа толар еді. Осыған орай Қазталов ауданында өңір экономикасын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматты еске алу шарасы өтті. Толығырақ бейне материалда. Шыныбай Шарафуддинов аудан тарихында ұрпаққа адал еңбегімен үлгі бола білген азаматтардың бірі. Еңбек жолын бас зоотехник ретінде бастаған. Кейіннен аудандық ауыл шаруашылығы басқармасына жетекшілік еткен. Іскер басшы қызмет еткен жылдары өңірдегі мал басы жарты миллионнан асып түскен. Ел өмірінде елеулі із қалдырған азамат құрметіне аудандық тарихи өлкетану музейінде арнайы бұрыш жасақталған. Бірге жасаған шәкірттері жиналып, еске алу шараларын өткізді. Сонымен қатар мынау Қазталов орта мектебі, Алма Оразбаева, Қараба мектеп гимназияларында танымдық сабақтар өткізіліп, оқушыларға түсіндірілді. Шарафуддинов атындағы көшенің тұрғындарының мерекесі оздырылды. Осы шаралардың бәрі осы Шарафуддиновтың өмір жолын насихаттап, ол кісінің жасаған мұраларын артында ілесіп жатқан жастарға мұра етіп қалдыру мақсатында оздырылды. Қоғам қайраткері тұрған үйдің қабырғасына мемориалдық тақта орнатылды. Орталық кітапханада дана басшы, іскер ұйымдастырушы атты дөңгелек үстел өткізілді. Онда жерлестері мен әріптестері өнегелі ғұмыр иесінің еңбек жолы туралы естеліктермен бөлісті. Сондай-ақ жарқ етіп өткен ғұмыр атты кітап көрмесі де жасақталды. Әртүрлі көп қызметтер атқарылды ғой. Аудандарда, облыста да сол елінің көркеюіне көп күш салысты. Ел жұртқа осы кісінің еңбегін ескеріп, көшенің атын беріп, ең үлкен көшенің сөйткен бүкіл елдің бәріне де көп рахмет айтамын. Орталық стадионда Шыныбай Шарафуддиновке арналып футболдан жарыс ұйымдастырылды. Жеңімпаз командаға кубок пен қаржылай сыйлық табысталды. Гүлжаз Бадиялова, Резат Леуғали, Айдос Кесимов, Ақжайық телеарнасы.